Демек, 40 минут кітап оқи алу, ол мидың бір психиканың дұрыс жұмыс істеп жатқанын бір көрсеткіш екен. Қанша тапқаны маңызды емес, қандай қаржылық әдеттерің бар, қалай ақшаны қалай жұмсайсың, сол маңызды. Өйткені сіз эгоның салығын төлеуді азайтқан күні сізде байлық пайда болады. Өзінің аяқ киімін өзі тазаласын, біреудің аяқ киімін тазалап еңкейіп отырам ба деуі мүмкін. Қойса ятып қой деп. Енді қарашы, сен өзің миыңда жоқ ақшаны жарата алмай жатсың, саған Алла бермей жатса әділетті ғой деймін да. Бүгін бізде қонақта Данияр мырза. Данияр мырза, жалпы сізді көргенімізге өте қуаныштымыз Таяп Talks'та. Жалпы өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, өзіңіздің проекттеріңіз қалай бастадыңыз, қандай миссия бар проекттеріңізде, сол бізге өте қызықты болатын еді. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Мен есімім Данияр Жігітбек. Мен қазіргі таңда Кітап ал деген компаниясында жұмыс істеймін. Біздің миссиямыз Қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру. Сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Менің жеке миссиям үйреніп, үйретіп бақытты өмір сүру. Қазіргі таңда жазушымын десем де болады. 3 кітаптың авторымын. Қысқасы, үйреніп, үйретуге қатысты нәрсенің бәрінде жүрмін ғой. Керемет. Жалпы адамдарда қазіргі уақытта кітаппен қиын сияқты ше. Өйткені, мысалы бір адамдарға бір кітап туралы айтсаң, Пауло Коэльоның кітабын оқып көр, мынаны оқып көр деген айтқанда көп адамдар андай қылып айтады да оны. Мен кітап оқуды жақсы көрмеймін деп айтпайды, андай қылып айту оңай оларға. Мен қатты кітапқа жоқпын, мен тыңдауға жақсымын деген сияқты ше. Мен мынандайға мен талантым оған келмейді деп ше. Соған не айтасыз мысалы? Енді бұл ақталу десек болатын шығар, сылтау десек те болады. Біз мынандай ескеруіміз керек. Негізі біздің қазіргі таңда миымызды қоздыратын нәрселер өте көп та. Әлеуметтік желілер, жаңалықтар, басқа. Ал қозған күйде тұрған ми, ол кітапты оқи алмайды. Сол үшін бізге миымызды тыныштандыру керек қазір кезде. Бәлкім бір детокс алу керек. Мысалы, әлеуметтік желі бәрін өшіре тұру керек. Сол кезде сен кәдімгідей бір тыныштықты сезе бастайсың, миың демала бастайды. Сол кезде кітап оқысаң жақсы кетеді. Бір Андрей Курпатов деген психотерапевт бар, ресейлік, сол бір жақсы ой айтады. Егер сіз 40 минут кітап оқи алмасаңыз дейді, бұл сізге бір психикаңызда бір мәселе бар деген сөз. Яғни сізге бір тынышталу керек, өзіңізді бір сабағыңызға түсіру керек деген сияқты нәрсе айтады да. Демек, 40 минут кітап оқи алу, ол мидың бір психиканың дұрыс жұмыс істеп жатқанын бір көрсеткіш екен. Сол үшін енді егер біз 40 минут емес 5 минуттың өзін оқи алмай жатсақ, демек, біз түсінуіміз керек, біздің миымыз қозып тұр. Андай болады ғой бір возбужденный дейді ғой. А оны қоздырғыштар өте көп бізде. Сол үшін бізге кітаппен өте дос болу керек қазір. Бағанағы кісілерге айтарым, кішкене бір тыныштық алып, детокс алып, бір кітапқа көңіл бөлсеңіздер жақсы болады деп. Бұны біз енді айтамыз ғой, өзіміз фейковый дофамин деп айтамыз ғой, яғни біз оны TikTok'та көп отыру, мүмкін бір желілерде көп отыру, бір видеолар қарау, сонымен байланыстыруға болады. Әрине. Бізде қазір, бізде не үшін кітап оқу керек деген сұрақ қояды бізге. Біз айтамыз, ойлану үшін деп айтамыз. Өйткені қазір бізді ойландырмайтын нәрселер өте көп. Сол үшін бізді ойлану деген нәрсе функцияны қосу үшін кітап оқу керек. Бұл не сияқты ғой, машинаны оталдырмай жүріп кетесің ғой. Ол бір белгілі бір уақытта сенің қозғалтқышың бір сыр береді. Сол үшін кітап оқыған адам, ол бір миын оталдырған сияқты болады да. Ойланады, жан-жағына қарайды, не істеп жүрмін деп ойланады да. Сол үшін осындай жауап, яғни TikTok деген нәрселер бізді керісінше ойландырмайтын нәрселер болып тұр ғой. Жалпы тағы да бір қояр сұрақ, яғни біз мысалы сіз енді жазушысыз, және де бізде де андай нәрсе бар ғой, менде де сондай бір нәрсе бар, мысалы мен өзім білген нәрсені үйрете алмаймын да, мысалы адамға, өйткені маған қиын болады. Және де сондықтан да біз мысалы маркетингте жұмыс істегенде андай уже сеньордан емес, бір орташа специалисттарды алғанда жеңілдірек болады да, өйткені өзім інім бар да, мысалы оған бірдеңе үйретсем мен андай андай сабыр келмей ма, сондай келмей ма. Негізі ол да бір қабілет қой. Сіз яғни өзіңіз білетін нәрсені, оны түсіндіру бір бөлек, оны жазу бір бөлек. Сонда сіз, мысалы, кітап жазарда басқа бір мүмкін мамандарға жүгінесіз ба, немесе бір интервьюлар жасайсыз ба, ол негізі жалпы процесс қалай өтеді? Ол өте қызық та. Негізі, дұрыс айтасыз, бұл жерде қабілет, бейімділік деуге болады. Галлоп тапсырдық, сіз де Галлоп тапсырдыңыз, қателеспесем, мысалы, Галлопта learner деген талант бар ғой. Менде сол бірінші орын екен. Үйрену, үйретуге бейіммін. Ол сонда learnerға үйрету де жатады? Үйрету де жатады. Learner неге талант? Өйткені
анау процессте үйренуші бір объект болу керек. Сол кезде лернерлар кайфовать етеді. Мен егер қарасам, енді өткен шағыма оралсам, балалық шақтан бастап менің әңгімем лернерский әңгіме ғой. Мысалы, әкем есінде мен орыс балабақшасына барғам, бірақ үйде орысша сөйлеспеймін. Сөйтіп әкем ойлайды ғой, мынау орыс балалардың, ол кезде орыс балалар көп еді біздің садикте, Алматы қаласында. Сосын ойлайды ғой, енді мынау бұрышта отырам екен, үндемей, ештеңе істей алмай деп, сөйтіп әкем сырттай бақылаған мені. Сөйтіп келсе, мен ана жерде беседкада қолымды көтеріп қойып, орыс балаларға бір нәрсе түсіндіріп жатырмын. Орысша, енді қазақша емес шығар ол жерде өйткені. Сөйтіп қазір енді өткен шаққа оралып жатырмын ғой. Мектеп бар, универ бар, бәрі менен сұрайтын. Түсіндіріп жіберші. Өйткені біледі ғой, мен түсіндіретінімді, былай точкамды басып жіберсе түсіндіріп кететінімді. Бұл енді табиғат, Алланың жаратқаны сондай. Яғни бейімділік. Кейін тіпті мен жаза бастадым. Посттар жаза бастадым, Facebook жүргізе бастадым, Instagram. Сол кезде менің жазу стилім де андай бір үйрету стилі болып кетеді. Өйткені кейбір адам жаза алады, кейбір адам жақсы сөйлейді, бірақ олардың сөйлеу, жазу стилі баяндау. История айту, бөлісу, анекдот айту. Мысалы, мен қалжыңдап айтамын да, мен мысалы баняға кірсем әңгіме айтамай қаламын. Ана жерде үйрете алмайсың өйткені баняда. Ол жерде атмосфера, әңгіме айту керек, анекдот айту керек. Мен де анекдот айтамаймын. Бірақ егер мынаны түсіндіріп жіберші десе, бітті, мен тоқтату қиын. Сол үшін маған жазу ол бір форма, сөйлеу бір форма. Маған қандай форма болса да менің бағытым сол түсіндіру, үйрету. Сол үшін керісінше, мысалы, сізге ауыр болса, енді лернер плюс-минус мен сияқты бір емес шығар, енді төмен болу керек. Сізге ол нәрсе энергияңыз жейді керісінше. Маған керісінше энергия береді. Сол үшін енді кітап жазуда енді мынандай сөз бар ғой, сөйлей шешен боларсың деген сияқты, жаза бір жазу шебері боларсың деген сияқты. Практикамен келеді. Тек мысалы жазуға қызыққан адам болса, мен айтар едім, жаза бер деп. Сол кезде сенде бір жазудың бір тактикаларын үйреніп аласың деген сияқты. Оны бір үйренген күннің өзінде де жазу деген ол практикамен келетін нәрсе. Сіз білесіз, мысалы, былай жазу керек, ол білім көмектеспейді, практикасыз. Сол үшін неғұрлым көп жазған сайын сенің жазу шеберлігің артады. Мысалы, мен өзімді кейде копирайтермін деп айтамын. Өйткені жазып сататын адаммын да мен. Сол кезде копирайтинг туралы кітаптарда мынандай айтады да, сенің ең күшті текстің 1000-ші тексттен кейін басталады деп. Яғни сен өміріңде 1000 текст жазып көрші, 1000-ші тексттен бастап сенде шеберлік пайда болады, тағысын. Сол үшін мен айтқан болар едім, бастысы үйретуге деген бір ұмтылыс, сосын практика шешеді бәрін. Яғни бұл жерде адамзатқа, яғни қоғамға пайда әкелу. Пайданың да формасы әртүрлі ғой. Менің пайда келтіру формам ол үйрету. Басқа біреуде басқаша, көңіл көтеру болуы мүмкін. Басқа біреуде тағы не істеу мүмкін? Маркетингпен көп қой енді. Жалпы тағы да, мысалы, егерде сіздің 3 туындыңыз бар, соның менің көргендерім жалпы үйлену тақырыбында не үшін үйлену керек, және де қаржы сауаттылығы. Үшіншісі қаржы қағидалары екінші кітап. Негізі үшінші дегенде ол бірінші жазылған лайфхактар деген кітап. Лайфхактар, лайфхактар дегенде сонда ол өмірге байланысты, жалпы? Өмірді жеңілдететін кеңестер ғой. Мен ол кітапты балам үшін жазғам негізі. Ол менің ең алғашқы туындым. Мен ол кітапты балам 1 жасқа толған кезде ойладым, енді бір әкелік өсиет ретінде. Бәрде енді мен қанша балам дүниеге, мен 27 жасыма дүниеге келді. Бір мынандай бір ой болады, балама қандай маңызды осы 27 жасыма дейін түсінген нәрселердің қайсысын жазып қалдырсам болады. Ертең ол өмір сүре бастағанда, оның өмірі жеңілдірек болсын. Мысалы, мен 15 жаста, 25 жаста түсінген нәрселер бар. Бәлкім маған оны ертерек айтқанда, мен өмірім одан сайын жеңіл болар ма еді деген сияқты. Сол үшін мен балама арнап жаздым ол кітапты. Ниет сондай. Бірақ Құдайға шүкір 12.000 таралым басылды ол кітаптың. Бірақ мен қазір қайтадан толықтырайын деп жатырмын ол кітапты. Ниетті ұстап тұрмын да мен. Сен ұмытпа, мына жерде басқалар мақтай берсін, бұл тарала берсін кітап, бірақ сенің ойың бағанағыдай маркетинг болып кетпеу керек та. Бағана мен сатам, осынша продаж жасаймын деген сияқты. Мен қазір толықтыру
барысында да ниетімді ұстап тұрмын да, бұны мен балам үшін жазып жатырмын деген сияқты. Балам 5-ке толды. Яғни менің де анау кітаптың алғаш 20-шы жыл жазылды ғой, 2020. 3 жылда біраз ойым өзгерді. Сол кітапқа қайтадан жазамын, толықтырып, бір нәрсені алып, бір нәрсені жазып дегендей. Сол 3 кітап негізі жазған кітаптарымыз. Керемет, жалпы вот енді бәрімізге, енді біз материалистичный мир дейді ғой, енді барлық, енді қай жаққа қарамай бүкіл жерде транзакция, бүкіл жерде ақша, яғни банктар, финтехтер, және де енді бізге енді сіздің ұнайтын жерім, шынымды айтсам, өйткені мысалы сіз жаңа лернермен үйретемін дейсіз ғой, бізге мысалы қазақтың өзінің қазақи нәпсісі бар ғой негізінде. Бізге қазақтарға бүйтіп сен былай істе дегенде біз андай қабылдамаймыз да, шамалы бүйтіп. Мысалы, егер де Ресейге қарасақ, Ресейде сол да, мысалы, тренингтарында сендер мынандайсыңдар, и бәрі отырады осы, иә деп. А бізде қазақтар андай не деп отырмын маған деп кетіп қалатын несі бар да. Ал сіздікі ағалық сияқты да, кеңестеріңіз. Былай істесең жақсы болады, осылай жасау керек деген сияқты. Және де қаржылай сауаттылық болғанда, мысалы, андай өзім байқаймын да, мысалы, өзім бір 5-6 ай бұрын өзіме сұрақ қоямын ғой. Мен 9-шы, 10-шы сыныпта жұмыс істеп жүргенде, мектеп оқып жүргенде Қарағандыда бастаған маркетингта жұмыс істеп, сол кезде проекттер алып, SMM бойынша, мобилография бойынша енді көріп жүрген уақыттар ғой. Сол кезде алғанда ойлайтынмын да, мысалы, айдың соңы болады. Айдың соңында бір прикрывать ететін бір 30 мың керек болып қалады, мысалы, ағалардан сұрайсың, 30 мың теңге керек деп. Одан кейін жалпы бір 2-3 жыл өтеді, сенің тауып жатқан ақшаңдан 1-2 0 қосылады да, бірақ та ана айдың соңында сол 30 мың тұрады да, ештеңе өзгермейді. Яғни сен өмір сүру деңгейін өседі, бір барып жүрген, ішіп жүрген нәрселердің, жаңа кофеларың болсын, елі тамағың болсын өседі да, бірақ та соңында сол қалып тұрады да. Ол немен байланысты, Өте жақсы байқадыңыз. Бұл мынандай ой болады да, біреу айтады, мен 200 мың теңге тауып жүрмін, ақша жетпейді дейді да. Сосын миллион тапсам точно жетеді деп айтады. Сосын мен сол адамның миллион тапқан көрдім, қайтадан қарыз сұрап жүрді. Мен бұны былай түсіндіремін да, қанша тапқаны маңызды емес, қандай қаржылық әдеттерің бар, ақшаны қалай жұмсайсың, сол маңызды. Өйткені өте қызық нонсенс. Бір қалада 200 мың теңге табатын мен миллион теңге табатын адам бір қалада өмір сүріп жатыр. Бір ауданда өмір сүру мүмкін, бірақ біреуге ақша жетеді, біреуге жетпейді. Яғни мен бұны былай елестетемін да. Мысалы, елестетейікші, мысалы, таяп деген су бар дейік, мысалы. Жарнама кетсін. Мына ыдыстың түбі тесік дейікші. Мына ыдыс тесік. Сіздің тесіктеріңіз бар, сіз оған су құясыз, ол сіздің табысыңыз, Сіз қанша тапсаңыз да жетпейді. Жетпейді деген сөз, ыдыс толмайды ғой енді. Сосын сізге ой келеді, демек маған бір үлкен ыдыс алу керек дейсіз. Аласыз да, мына жерде бір 5 литр аласыз да, бірақ асты әлі тесік. Сөйтіп су құя бересіз, қайтадан жетпейді да. Мен бұны айтам да, бұны тесіктер деп айтам да, шығын тесіктер деп айтам. Яғни сіз өзіңіздің тесіктеріңізді былайша айтқанда табуыңыз керек. Ол үлкен тесіктің өзі сіз айтып кеткен эго деген нәрсе бар. Мен эгоның салығы деген түсінік бар. Бұл енді бір тесік, үлкен тесік ол. Орысша айтқанда налог на эго. Мысалы, сізде көлік болса, сіз көліктің иесі болған үшін жыл сайын бір салық төлейсіз. Сізде үй болса, сіз сол үйдің иесі болған үшін салық төлейсіз. Иелік еткеніңіз үшін. Сізде жер болса, дәл сондай. Сізде капитал болса, сондай салық төлейсіз да, мысалы, инвестициядан түскен табыс. Дәл сол сияқты, сізде эго болса, сіз оның ақысын төлейсіз да. Қалай? Мысалы, мынандай болады. Біреудің, мысалы, шамасы көрпесінің көсілгені Xiaomi'ге жетеді да. Бірақ ол эгосы бар оның. Мен қалай Xiaomi ұстаймын, мен iPhone ұстауға лайықпын дейді де, өзінде жоқ ақшаға рассрочка, кредит, құдай сақтасын, алады. Сөйтіп, оның күші негізі 80 мың теңге Xiaomi табысы, мүмкіндігі қазіргі. Бірақ ол 500 мың теңгенің iPhone-ын алады. Яғни 420 мың теңге эгоның салығы. Эгоның салығын төлейді. Енді ойлаңыз, өзі тесік үлкен да. Мен айтар едім, бұл қаржы, біз айтып жатырмыз ғой бағанағыдай, не деп, финанс, учет, ана-мынау бір техникалық жағын алып тастасақ, таза психология, таза мінез, таза бағанағыдай адамның нәпсісі десек те болады. Өйткені сіз эгоның салығын төлеуді азайтқан күні сізде байлық пайда болады. Бізде сондай ғой, біреуге бір нәрсе дәлелдеу, мысалы, тойлар, мысалы, 2 миллионға той жасауға болады, қарапайым, мысалы үшін.
мен өзім 2 миллионға жасаған тойымды. Қарапайым, бір асып тасқан ештеңесі жоқ, лимузині жоқ, несі жоқ. Бірақ сені эгоң айтады, мен анадан қалмауым керек, андай той жасауым керек, мынаны қонақ шақыруым керек, мынандай жұлдыз келу керек дейді. Сөйтіп 2 миллионның тойын 10 миллион, 20 миллионға жасайды. Түсінікті, оның ақшасы жоқ. Яғни ол не істейді? Қарызға батады, жоқ ақшаға өмір сүреді, өзін финансовый неге кіргізеді. Болото дейді ғой. Сол кезде қараңыз енді, 2 миллионға жетіп тұр шамасы. Бізде негізі мен былай ойлаймын енді, рухани тұрғыдан қарасам, Алла бізге қажетті ақша береді негізі, ризық өмір сүруге. Егер саған жетпей жатса, демек сенде эгоның салығы ол. Бізде қазір ойлаңызшы, бізде кредит деген нәрсе бар ғой, рассрочка, егер ол нәрсені алып тастасақ, біздің шынымен де қаншалықты кедей екеніміз көрініп қалады. Өйткені бізде көп адам жоқ ақшаға өмір сүріп жатыр. Жоқ ақша деген әлі ақысын бермеген нәрсемен. Біздің ата-аналарымыз бізді посредством үйреткен. Сенде болса ғана аласың ақша, болмаса болмайды алуға. Сонда ойлаңыз енді, бағанағы тойды, 2 миллионның тойын 10 миллионға жасаған адам 8 миллион эгоның салығын төлейді. Сұмдық, өйткені мынау нені айтсақ, бағанағы жердің салығы, олар өте аз пайыздары. НДС 12%, қазір қанша өзгерген деп жатыр. Бірақ ол салықтар өте аз, бірақ эгоның салығы өте көп та. Сол үшін бізде қазақта қазіргі кезде проблема эгоның салығымен. Мысалы, андай шығыс елдерді қарасақ, Корея, Жапония деген елдерді, олар да былайша айтқанда мынандай нәрсе көріністі көруге болады. Сіз бір кафеге, ресторанға отырасыз, кіресіз, сөйтіп сіз отырып демалғанша анау аяқ киіміңізді бүйтіп шыққанға ыңғайлы қойып қояды, майлап қояды, тазалап, еңкейіп, былайша айтқанда қызмет етеді. Сөйтіп оларда эго жоқ та. Бізде қалай болуы мүмкін ол? Өзінің аяқ киімін өзі тазаласын, біреудің аяқ киімін тазалап, еңкейіп отырам ба деуі мүмкін. Көріп қойса ұят қой деп. Сөйтіп ұялады да, базарда сатуға ұялатындар бар. Эго ғой, ұялу деген нәрсе, ұялатын нәрсе емес қой, адал еңбегімен алып жатсың ақшаны. Сөйтіп оларда ақша бар. Мысалы, кімдерді шын өзінің білімімен, еңбегімен байыған адамдарды көрсек, технологияның күшіне сүйеніп, мысалы, Баффеттер, Цукербергтер қарапайым тұрады да, киімі қарапайым. Өйткені оларда эго жоқ та, біреуге бір нәрсе дәлелдеймін деген сияқты. Бізде осы проблема негізі, өйткені былайша айтқанда, егер сен эгоңды бағанандай нәпсіңді бүйтіп тәрбиелеп ауыздықтамасаң, саған ешқашан ақша жетпейді. Өйткені сен уже статусың көтерілген сайын сен эгоңды көтеріле береді ғой. Мен араласу үшін мынандай машина алуым керек, мынандай деген сияқты. Өйткені позор болғысы келмейді. Ол негізі позор қарызға бату ғой. Қарызға батып жүру ең үлкен позор сол. Бірақ бізде сол эгоның салығын төлеу деген бар. Сосын мен мынандай айтамын ол кітапта, қаржы қағидаларында, қаржылық проблемалар, қаржылық емес проблемаларды ақшамен шешуге тырысқанда пайда болады. Қалай? Допустим, мынандай, сіз енді отбасын құрып жатсыз ғой. Отбасыларда мынандай көрініс көруге болады. Күйеуі жұмыс істейді, жақсы, не істейді, ақша тауып жүр, сыртта жүр. Сөйтіп ол түсінеді, әйеліне, баласына көңіл бөле алмай жатыр. Немесе суық қарайды. Бірақ ананы бір жылыту үшін қарым-қатынасты. Ол оның ойына бірден ақшамен шешуден келеді. Қалай? Баласына бір көп ойыншық әпереді, қымбат-қымбат. Әйеліне қымбат шубалар әпереді, бір айфон әпереді, жарайды, машина әперсін. Бірақ былайша айтқанда қаржылық емес проблема ғана жерде. Психологиялық проблема, қарым-қатынас. Ол сөйтіп алады да, не істейді? Ақшамен шешуге тырысады. Сәйкесінше оған көп ақша кетеді. Тегін еді ғой негізі. Бүйтіп бір чайдың басында әңгімелесіп, қалайсың, көңіл күйің қалай, не алаңдатып жатыр деген тегін психологиялық бір әңгіме жасауға болатын еді. Серуендеп қайтып. Тіпті балаңмен кішкентай ағашпен бірге уақыт өткізу 20 минут. Оның өзі бағанағы 200 мыңның сыйлығынан әлдеқайда жақсырақ. Бала өйткені оны не деп қабылдайды? Данность. Сыйлық, үй, тамақ, ол таңғалдырарлық нәрсе емес. Бірақ әке ретінде баламен ойнағаның тегін 0 теңге. Ағашпен ойыншық алмай қой, жай ағаш бір нәрсемен ойнаудың өзі оған бір өмірлік естелік жақсы. Сосын мынандай жігіттерді білемін, әсіресе жігіттерін байқаймын. Әкеме машина әперуім керек дейді. Запрос. Сосын ойлаймын, неге әпергім келеді?
Өйткені қазып сұрасақ мынандай нәрсе шығады. Өйткені менің әкем маған сен жарайсың, молодец деп айтпаған өмір бойы. Бізде әкелерде неге сараң болып келеді, қатал, типа қатал солай келе жатыр. Білмеймін қай жақтан келе жатыр. Хотя ол сүннетте де жоқ. Былай қарасаң жұмсақ болу керек әке деген. О, жарайсың балам деп арқасынан қақса, анасынан көріп әкесі ұлын арқасынан қақса, ол кәдімгідей мотивация да. Бірақ мен бір жігітпен сөйлестім да, мен машина алуым керек дейді. Өзінің шамасы жетпейді ана машина алуға. Еще жай машина емес қой, Land Cruiser алуым керек, өйткені әкемнің статусы бар, кішкене андай 50-дегі адамға, достарының жанында 50-дегі адамға кобальт қалай әпересің. Оған мен алсам Land Cruiser алуым керек дейді. Ақша жетпейді, не істейді? Сөйтіп напрягаться етеді ол. Қарыз алады, білмеймін, тағы бір қиын проекттерге кіреді, 24 сағат жұмыс істейді, сондай болып кетеді. Не? Мотивация не? Мотивация просто әкесінің ой балам жарайсың, мен сенімен мақтанам деген сөзін соншама көріп тұр ол. Яғни көрдіңіз ба, қаржылық емес проблема бұл жерде. Қаржылық емес проблеманы ақшамен шешуге тырысып жатыр ол. Ана білмеймін, денсаулығы кетеді, қанша уақыты кетеді, сөйтіп алып береді машинаны. Осыған тағы да қоса, мысалы, осындай сіз айтқан сценарий бар ғой, соған және де әкесі жарайсың деп айтсын мейлі, одан кейін бір 2 аптадан кейін ол қайтып енді баласы болған соң қатты сөйлегеннен кейін анау баласы уже күйзеліске түссе, баласы былай ойлауы мүмкін ғой. Мен қазір бір Land Cruiser әперем, ол өмір бақи мені айтып жүреді деп ойлайды ғой. Ұмытылатын нәрсе. А бірақ ана жердегі әкесімен қарым-қатынас түзелмеген ғой. Яғни былайда даже біздің кейде Құранға қарасақ та, мен бір түйген инсайт, бала активный позицияда болу керек екен. Айтады ғой, мысалы, ата-анаңа қызмет ет дейді, бірақ ата-анасына көп айтылмайды ғой бүйтіп. Сен балаңа жақсылық жаса, анау-мынау деген сияқты. Бұл естествен нәрсе. Демек, ол әкеміздің өзі кезінде өз әкесінен бұндай нәрсе көрмеген ғой. Яғни әкеміздің өзі қабылдануға мұқтаж. Хочет быть принятым дейді ғой. Демек, сен оны принимать етуің керексің, короче. Әке, сізге рахмет, осындай өсірдіңіз десең, ана мұз ерейді. Звондап тұрсаң, мұз ерейді. Сөйсін, ол әкеңізде қарама-қарсы не пайда болады. О, мына балам мені толтырды дысымды, мені көңіл күйімді, я принят деген бір не қойылады. Сөйтіп, бағанағы баласына қабылдай бастайды. Балам, сен машина әпермей-ақ қой, мен сенімен мақтанам, қалада жүргеннің өзі қандай жетістік дейді. Все, машина жоқ, андай не, напряг жоқ. Ақша бізге жетеді негізі. Бізде осындай мәселелер бар. Мен енді қаржы деген тек цифрлар емес екенін түсіндім осындай нәрсені көргенде. Психология, нәпсі деген нәрселер. Мысалы, Омар Абдул-Азиз кезінде, 5-ші халиф кезінде исламның алтын дәуірі дейді. Зекетті қалдырып кетеді алаңда, площадьта. Алатын ешкім жоқ. Сол кезде ғалымдар айтады да, Омар Абдул-Азиз сонда былай производство жасап, экономиканы өсірді ма деген сұрақ келеді ғой. Негізі Омар Абдул-Азиз халықты тәрбиеледі. Несін қанағат, бағанағыдай эгоның салығын төлемейтіндей қылды. Сондай рухани байытты. Рухани байыған халыққа былай жетеді бәрі негізі. Руханият әлсіреп тұр да, байқадыңыз ғой енді бағанағыдай. Ата-ана Құранға сәйкес ата-ана мен бала бір-бірімен қарым-қатынас жасаса, ана жерде бір Land Cruiser'дің алып бір той жасаудың бір несі келмей қалады. Артық издержки дейді ғой, экономический издержки. Ондай болмайды. Сол сияқты эгоның салығын төлемейді халық. Әркім не істейді? Ақша ұрланбайды ана жерде. Аманатқа қиянат жасалмайды. Сол кезде көп ақша, бар ақшаны өзі жете бастайды да халыққа. Сөйтіп экономика көтеріледі. Сол кезде енді бұл рухани байлыққа мән берген ол кісі. Бізде қазір халық енді қаржы деген бізде отбасында, балабақшада, мектепте, универде ешқай жерде айтылмайтын тақырып. Енді техникалы жақтарын айтамыз былай. Доход, расход жаса, ақшаны бір 10% өзіңе алып қал, финансовая подушка жаса деп біз айтамыз несін. Техникалар. Но проблеманың түбі, ыдыстың түбі тесік. Дәу тесіктер еще. Соны нәрселер біз шешсек, бізде ақша жете бастайды негізі. Мен соны өзім тәжірибемнен де көзім жетті. Бұлай консультация жасаған адамдардан да соны байқадым да. Өйткені сіздің айтқаныңызға қоса кетсем, яғни бұл шындықта негізінде, өйткені жаңағы көптеген техникалар, көптеген құралдар бар дейміз ғой. Яғни менде көптеген қосымшалар жазып,
оның барлығын дәптерге жазып көрдім, телефонға жазып көрдім, консультациялар ала көрдім, там акция, облигациялар қарап көрдім да. Және де оның барлығы бір 5 күнге ма, бір аптаға жетеді, одан кейін кетеді да. И бұл жерде өзіме сұрақ қоямын да, бұл сонда ненің сұрағы, яғни бұл жаңа сіз айтып отқан ол құралдың өзі дұрыс емес. Біз солай ойлаймыз ғой. Егер де бірдеңе болмаса, значит құрал дұрыс емес. Значит мен алған адам консультация дұрыс айтқан жоқ деген сияқты. Өзімізден қарамаймыз да, мысалы. Және де адамдардың айта кететін нәрсесі бар ғой. Мысалы көптеген адамдар мысалы енді үлкен кісілердің арасына туысқандармен отырсаң, барлығының айтатын әңгімесі материализм да, ыңғай. Мына тойлар былай өтіпті. Нұртас қайрат нұртас болды, мынауар болды дейді. Ал адамдардың отбасылық өмірі туралы айтпайды да. Яғни олар осылай болады екен. Рухани құлдырау ғой. Ыңғай осыған ғана келеді. Және де жалпы осы қаржылармен сәйкес біз енді Ахмат ұстазбен өзіміз сұхбатта айтқан едік, адамның мұсылман адамның бай болмауы сіздің ойыңызша. Өйткені көп адамдар мұсылман адам деген адам ол яғни мешіт пен үйдің арасында жүреді, жұмысқа барады, аскет деп айтады, аскет болып өмір сүреді деп. Біз сол туралы сөйлескен едік та. Өйткені біз мысалы өзіміздің ұстазымыз ұлы имам, Абу Ханифа, ол кісіні айтады, Куфада, яғни ең бай адамдардың ішінде болған. Сол жалпы соның несі қайда? Ортасы ма? Ортасы қайда? Ахмат ұстаз діни жағынан айтса, мен одан артық айта алмаспын, бірақ мен жеке пікірімді айтайын. Байлыққа қатысты. Мен мынандай бір сөз естідім. Бір ағылшын бір философ, есімде жоқ, бүйтіп айтады. Ақшаны байлардан да көп ойлайтын адамдар бар дейді. Ол кедейлер. Адам неге ақшаны көп ойлайды? Ол демек оған жетпейді деген сөз. Яғни кедей деген сөз ол андай мағынада да рухани кедей болуы мүмкін. Яғни адам қай кезде жүрегіне кіреді, айтады ғой енді, жүрегіне кіргізбе, қолыңда ұста деген әдемі сөз бар. Адам нені көп ойлайды, соның жүрегіне кіргізеді. Мен айтам да, ақша сенде көп болуы керек, оны ойламас үшін. Оны ойламасаң, сен жүрегіне кірмейді. Сол үшін ақша сенің ақша көп болу керек, бай болуың керексің, оны ойламас үшін. Сонда ол сен жүрегіне кірмейді. Енді сұрақ. Мен мынандай бір термин десек те болады. Жоқ ақшаны жарату деп айтам да. Жоқ ақшаны жарата аласың ба деймін да. Мысалы, саған қанша керек деймін. Біреу айтады, маған 2 миллион керек дейді айына. Давай деймін, 2 миллион жоқ ақша ғой енді, пока біз жоқ ақша туралы сөйлесіп жатырмыз. Маған ақша көп болу керек деген сөз, сенің миыңда ақша көп болу керек та. Сөйтіп айтам, 2 миллион деймін, давай жарат деймін, короче. Сөйтіп ол жарата бастайды ойша. Мынаған продуктыға мынанша кетеді, мынаған мынандай, саяхат, мынандай бір рет нетем. И в итоге 2 миллион емес, 1 миллион 300 мың шығады. Еще от силы бит созған кезде. Сосын мен айтам, саған 2 миллион керек емес екен ғой деймін да. Сен, прикинь, жоқ ақшаны өзің жарата алмайсың сен. 2 миллионның сен 1 300 000 ғана жараттың, еще қалған 700 000-ды жарайды садақаға бере салам дейсің. Сондай ғой. Сонда қызық та, енді қарашы, сен өзің миыңда жоқ ақшаны жарата алмай жатсың. Сен Алла бермей жатса әділетті ғой деймін да. Өйткені сен 2 миллионды бағанада шашып тастайсың, дұрыс жарата алмайсың. Мен айтам, давай миыңда көп ақшаны цифр тұра берсін. 10 миллион айына, 100 миллион тұра берсін миыңда. Ол өте жақсы нәрсе. Бірақ сен соны жаратуды үйренші деймін да. Бұл неден келіп шығады? Яғни, егер сен оны жарата алмай жатсаң, демек сенде сондай бір мақсаттар жоқ өмірінде. Амбициозный мақсат жоқ. Яғни, не деген сөз? Бізде проблема бар ақша емес, жоқ ақшаның өзін миына кіргізе алмайды халықта. Бұл кедейліктің бір түрі. Екіншісі, сол көп ақшаны жарайды айта бересің ғой цифрды. Сол көп цифрге лайық мақсаттарың жоқ өмірде. Көп қой енді, мысалы, мектеп ашуға болады, қаншама баланы оқытуға болады, қаншама кітап сатып беруге болады. Енді Қазақстанда қазіргі жағдайда сауапты істерді өте көп жасауға болады, өте көп ақша керек. Бірақ анау адам көрмей тұр оны. Көрмей тұр, неге көрмей тұр? Демек ізденбеген, жан-жағынан қарамаған, сөйтіп ол бағанағы жоқ ақшаны өзін жарата алмай тұр да. Сол кезде менің түсінігімде бай адам деген ол физикалық түрде сенде жоқ. Мысалы, айына 100 миллион жоқ, 50 миллион жоқ сенде кеп тұрған. Бірақ ойлау деңгейінде болсыншы. Сол кезде сен бай боласың.
ол тек қана уақыттың және Алланың қалауының бір еншісінде бір ана цифра миыңдағы саған қолыңа пайда болуы. Бізде проблема мынандай ғой, миында жоқ та. Мысалы былай, бір әзілдеп айтамын да. Мысалы қарашы деймін да, Бейбіт Әлібеков Есентайда тапішкемен, шортикпен үйіндегі жүре алады да, үй алмай. Или бір Камри 10-на десятка алады да біреудің. Парковкасына спокойно кіреді, и оның іші өзгермейді да оны, ше. А бірақ сен қазіргі Камри 10-ға отырып, тапішкемен, шортикпен кірсең, почему-то ұяласың. Сәйкес келмей тұрмын деп па? Жоқ, неге ұяласың, сұрақ. Өйткені сенің миыңдағы цифра өте аз болып тұр. Хотя ол тегін нәрсе ғой. То есть, былай ғой, сенің миыңда андай цифра көп болу және өзіңді сол цифраның деңгейінде қабылдау тегін ғой. Сен өзің қабылдай алмай тұрсың ғой. Значит, сенде бұл жерде даже физически ақшаның болу болмау шарт емес. Бізде проблема мынау рухани, психологиялық жағынан біз кедей болып тұрмыз ғой. Видите? Яғни мысалы тура сол машина, тура сол шортик, тура сол тапочка, бірақ бір адам спокойно жүреді, екінші адам қысылып жүреді. Неге? Өйткені миындағы бағанағы жүрегіндегі цифралар өте аз. Неге аз? Значит, оның иманында да проблема болуы мүмкін. Қалай? Ол ақшаның, байлықтың иесі өзі емес қой. Иесі Алла екенін еске алса, ол мүлдем еркін жүру керек қой. Ол, значит, ойлап тұр ғой. Менің миымдағы цифра ол 200 мың теңге. Демек, ол менің ақшам, короче. Ақшаны мені тауып жатырмын деген. Көрдіңіз ба, кедейлік деген қандай нәрсе? Мен сол үшін айтар едім, біз әуелі рухани бай бол, ақида мәселесі де кіреді оған. Яғни сен Алланың саған мынандай мәселеде, соның өзіне сен сенбей тұрсың ғой, егер сенде миың 200 мың теңгенің деңгейінде ойланып тұрса. Мен айтар едім, тегін, мынаның бәрі тегін. Сен студент бол, аула сыпырып жүр, мынаның бәрі тегін ғой. Миыңда 50 миллионды ойнату, 50 миллионды жарату, сондай нәрсен бәрі өте тегін нәрселер. Біз соны өзін істей алмай тұрмыз. Бұл жерде сол үшін бізде жүрегімізге ақша кіреді. Ақша жетпейді сол үшін. Сөйтіп сен ақшаны ойлай бересің. Енді мәселе кімде? Кім бай адам ба, кедей адам ба жүрегіне кірген ақша? Осы мәселе да. Сол үшін бұл өте терең мәселе. Сол үшін мен айтар едім, бай болу керек, мұсылман адам, кез келген адам. Ең әуелі рухани, сосын психология бай болу керек. Материалдық, физикалық көрінісі ертеме кешпе болады да. Сол енді. Сол, мысалы, біз енді көп енді салыстырмалы тұрғыда қараймыз ғой көбінесе, біз өзіміз қараймыз да, кейбіреулер мысалы жаңа еврей халқы болады, мысалы яһуд халқы болады, соларда көбісі енді кейбіреулер жақтыртпайды, кейбіреулері мысалы жек көру мүмкін да, мүмкін. Бірақ та біздің байқап жатқан нәрсеміз қазір. Енді олар Forbes-та енді бүкіл топтардың барлығын алған адамдарды. Яғни соған қарап біз енді айта аламыз ғой, яғни ол кісілердің, яғни бізден гөрі қазіргі мұсылмандардан гөрі руханияты бізден мықтырақ болып тұр сонда, яғни олардың істеп жатқан, мысалы біз енді көреміз, Билл Гейтстің, жаңағы Уоррен Баффет барлықтарында фондтар бар. Африкаға кетіп жатқан фондтар бар, жаңағы бір, и олар дұрыс кетіп жатыр да, бір гранттарға нетеді. Енді ол кісілердің, яғни өздерінің, яғни Алланың алгоритмдары болады ғой, ризық беру мәселесіне. Сонда ол кісілер, яғни сол алгоритмдарды көрді деген мәселе бар сонда. Мен мынандай нәрсені білем. Ол кісілер өздерінің киелі кітаптарында заңдарды қатты ұстанады. Енді бәрі үшін жауап бере алмаймын, бірақ мен былай естіп жүрген, көріп жүрген сол ұлттың өкілдері, олар өздерін рухани бай дамытады. Өздерінің бағанағы біз айтамыз ғой, біздің сенім бойынша олар искаженный кітаптары, искаженный білімдерінің өзін жақсы ұстанады. Мысалы, кошерный ет деген бар ғой. Ол кошерный ет өте андай неғып ұстанады, заңдылықтарын сақтап, бізге мысалы жейміз де оны, өйткені ол бүкіл заңдылықтарды сақтап нетеді. Сояды, халалмен де келеді. Халалға келеді да стандартта. Демек, сол ұлттар неге мынау христиандар емес, олардікі әлі күнге дейін сол ет мәселесінің өзінде былай щепетильно қарайды да. Өздерінің андай искаженный білімдерінің өзінде олар бағана өте жақсы ұстанады да. Бізде біз мақтанамыз, мысалы, Құран, сүннет, жор, біз соны ұстанбаймыз. Бізде сосын мұсылмандарда проблема эгоны салығы өте жоғары. Араб елдеріне қарасақ та сол,
мысалы білмеймін енді анау UFC жасап футболисттерді сатып алғанша анау ақшаға қаншама жобалар жасап тастауға болады да. Біраз ғылыми жұмыстарды қаржыландырып тастауға болар еді. Бізде бар да қазір. Бізде сол эгоның салығы, дүниеге деген мастану десек те болады да. Сондай нәрсе бар. Сол үшін бәлкім бағанағы сіз айтып отқан ұлт өкілдері, оларда эгоның салығымен байқамаймын, өйткені олар тыныш жүреді, бір жаһанға жар салып көрсетпейді байлықтарын, қарапайым үйде тұрады, қарапайым көлік айдайды, бірақ олар лайық еді да сөйтіп көрсетуге. Сәйкесінше оларда, мысалы мені таңғалдыратыны, оларда әулетпен сақтап келе жатыр да байлықты. Демек бұлар байлықтан да бөлек тәрбиені де беріп жатқан сияқты. Өйткені атасының байлығын анау шөбересі жалғастырып жатыр да. Көбейтіп. Өйткені демек оларда біліммен қатар сондай қаржылық тәрбие, рухани тәрбие де беріліп жатыр. Ал бізде қалай? Атасы бай болады, баласы сол байлықтың бәрін шашады, немересі кедей болады. Бізде сондай проблема бар. Яғни, мен ойымша, бұл подкасттан бұл подкасттың да бір мінезіне келетін шығар, бұл рухани байыту деп айтар едім бағанадай. Өзіміз рухани байыта бастағанда, шынымен де бағанадай Алланың есімдерін таныған кезде, ақида мәселесіне кірген кезде, шынымен де біз рухани бай бола түсеміз да. Сөйтіп, бізде бағанадай шын байлық көрініс таба бастайды деп ойлаймын. Қолымызда болады да сол кезде. Бұл бізден бір өзіміздің халыққа болсын, осы біздің елде тұрып жатқан халықтарға болсын, ол андай бір жат дүние емес та негізінде. Өйткені біздің өзіміздің енді руханиятымызда ол бар, өзіміздің діни мәселелерімізде бар. Яғни әр қазақтың негізінде ашаршылыққа дейінгі сұрақтар, хандық болған кезде енді барлығымыз бай болды ғой, енді аталарымыз естиміз ғой, барымыз бай болған, осындай 5000 жылқысы болған, ол несі болған. Яғни ол да білген да, яғни ол кісілерде қалай оны нету керек. Бұл жерде дұрыс айтасыз, кеңес өкіметінің бір агитациясы болды ғой, байлар жаман көрсету. Ол қашып кетті деген сияқты. Бірақ негізі бай деген сөздің аудармасы номер 1 деген сөз екен. Мысалы, бай бише дейді ғой. Бай бише, яғни бай бике номер 1-ші. Сосын тағы сондай сөздер бар бізде, байдан басталатын. Яғни бәйтерек деген сияқты, мысалы. Номер 1 деген сөз да. Қысқасы, бай деген сөз, ол номер 1-ші адам деген сөз. Ол, яғни, авторитет, құрметке лайық, бүкіл ауылды асыраушы, сондай адам ғой, мысалы, Алаш қозғалысында, алғаш газет кітаптарында шығу байлардың көмегімен ғана болды да. Сол үшін бай деген нәрсе дәстүрімізде де, дінімізде де ол құпталатын нәрсе да, жақсы нәрсе. Мәселе сол байлықтың тамыры, түбі қай жақта екенін білу керек та. Және мен мынандайға сенем, байлық деген бір ол тектіліктің бір тектілік сияқты да, өйткені мысалы бізде бар ғой, төре тұқымы деп жатады. Ол тегі бойынша олар басқаруға бейім, жалпы сондай. Ал сосын қожа тұқымы деген бар бізде, олар тектілігі бойынша сол дін таратушылар деген сияқты ғой. Сол сияқты мынау байлықта әдетте сондай бір тектіліктің бір белгісі. Кейбір адамдар болады, мысалы, бетіне шығып тұрады да, бай екені. Ерте ме кеш пе ода ақша болады да, сондай. Яғни бұл бір мінез, бір бағанағыдай түрлі мәдениет, соның тәрбие, сонымен де келетін нәрсе сияқты да, байлық деген. Яғни кей адамдарға қарап, яғни байқауға болады, оның жүріс-тұрысы, мінезі, ақшаны қалай басқаратыны ол бәлкім үйренбеуі мүмкін. Бірақ шынымен де байдың ұрпақтарына қарасақ, дұрыс егер үзілмесе, олар шынымен де тектіліктің бір белгісі байқалып тұрады. Енді әрине ары қарай өзіме жұмыс істеу керек. Мен соны байқадым. Мысалы, бізде де мынандай болды, бағанағы Әлихан Бөкейханов болсын, Абай болсын, жалпы көп аталарымызды қарасақ, элита байдың балалары болды ғой. Байдың балалары. Мен білем, тіпті бізде мектептер бар. Элиталық мектеп деп алғанда, ол жердің бір фишкасы, бағасы қымбат, 1 жылдық оқу ақысы. Бірақ ол жерге фишка қосылған тәрбие бар.
Ол кісілердің атын айтпай ақ қояйын, бірақ ол мысалы бізде бар ғой, Әл-Фарабиден жоғары мектептер бар, халықаралық мектептер, әлем бойынша мойындалған бір жүйелері. Ол жерде де элита оқиды. Элита дегенде бізде қалталы азаматтар, балалар береді. Бірақ ол жақта шетелдің тәрбиесі беріліп жатыр. Бірақ мына жерде қазаққа тәрбие беріліп жатқан бір мектеп бар бізде, Алматыда. Ол жерде Қалам деген мектеп қой ма? Жоқ. Ол Қалам орта тапқа арналған ғой, шамамен. Бір мектеп бар. Сол мектепте мен сөйлестім ол кісілердің басшыларымен. Ол кісі айтады, бізде бағыт, сол баға енді әдейі қойып тастаған қымбат. Сәйкесінше қалталы азаматтар береді балаларын, бізден тәрбие. Өйткені біздің ойымызша, олардың айтып отқаны, біздің ойымызша бұл қалталы азаматтардың былай шыққанда енді ойлаңыз, андай кейін үйде тұрасың, изобилие деген нәрсені көресің да, сен ойыңда сондай болады. Енді сол балаларға біз тәрбие берсек, болашақта Алихандар осы балалардан шығатын шығар деген үміттері бар да. Яғни ген плюс тәрбие плюс білім. Осындай. Ол кісілердің бағытын енді көреміз, қалай қанша жыл, біраз жылдан кейін қандай жемісін беретін, бірақ маған фокустар ұнатты олардың. Осы элиталық. Бастапқы ниеттер, жалпы және де енді қорытындылай келсек, сіздің енді бір екінші кітабыңыз, үйлену. Не үшін үйлену керек? Не үшін үйлену керек? Яғни соның негізі қосынысы, енді біз барлығы айтады ғой, кейбір ағалар бар, олар былайғы айтады да, әлі келейсің ба, үйлен деп. Яғни оның қандай несі бар, алгоритмдар, яғни енді біз діни жақтан білеміз, енді оны да толықтай білмейміз енді, бірақ та былай жалпылама айтқанда, яғни сенің ризығың бар, әйелінің ризығы бар, сендер үйленгенде ол кісінің ризығы саған қосылады, одан кейін осындай мәселелер болады. Бірақ та біз психологиялық тұрғыда бірдеңе өзгереді ғой, яғни мен жаңа айтып жатқандай, сен уже ойлана бастайсың да, мына кісі бар екен, мына кісі ертең жаңағыдай үйде бірдеңе болмаса бұл кісіден ұят деген сияқты. Жалпы ондай бір қағидалар бар ма үйленгеннен кейін жалпы өзгеретін қаржы жағынан? Қаржы жағынан таңдайым жасасақ екі. Мен былай айтар едім, бұл жерде әрине көзді жұмып қойып бір сөзді амал етіп кету дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни қазір менің ризығым артып кетеді. Ризық дегенді кең түсіну керек қой. Ризық деген ол тек қана ақша емес қой. Идея, мүмкіндіктер, басқасы. Сен оны, мысалы, ризықты шашып жіберу сияқты, сен идеяны да шашып жіберу мүмкінсің. Мүмкіндікті де жіберіп алу мүмкінсің де. Мен байқағаным, бұл жерде бағанағы мәселе ғой. Кедей дегенді қалай түсінеміз? Сен бастысы рухани бай болсаң, сосын бағанағы кейбір математикаларды сақтасаң, математикалық, мысалы, маған өмір сүру үшін мынанша ақша керек. Екі адам болып өмір сүрсе, квартира мынанша тұрады. Мысалы, квартира 200 мың теңге тұрады, продуктыға 100 мың теңге кетеді. Мен 300 мың теңге таба алам ба? Таба алам. Алға. Бірақ андай керек емес деп ойлаймын да. Мысалы, мені саяхаттауым керек, ананы істеуім керек, ол үшін мен миллион теңге табуым керек. Қазір миллион теңге табатын деңгейге жетем, сосын үйленем деген ол кішкене андай дұрыс емес деу сияқты, өйткені алыстату да. Немесе керісінше жағдай. Мен қазір 100 мың теңге тауып жүрмін, бір нәрсе қылармын деген сияқты ше. 100 мың теңге тауып жүрмін. Бұл жерде бәрі де бір математикалық заңдылықтарды, бір мүмкіндіктерді ескеру керек та. Яғни соқыр тәуекел деген болмайды. Айтады ғой, бірінші түйені байла деген бағана есептеу керек. Ал есептеу үшін сен қазірдің өзінде сенде қаржылық сауат мынандай деңгейде болу керек қой. Доход расход жүргізесің. Нақты қанша кетеді, қайда кетеді. Менде эгомен проблема жоқ па? Мен біреуге дәлелдейін деп жатқан жоқпын ба? Жарайды, Әл-Фараби жақта емес, мысалы, Рысқұлов жақта тұра аламын ба, пока, мысал үшін. Десең, жетіп тұр негізі. Үйлену өйткені маңызды ғой. Бағана сенің психологияңа маңызды, жалпы руханиятыңа маңызды да. Сондай математикалық заңдылықтарды ескеріп, үйленсе болады да, мен вообще ертерек үйленген. Енді бұл жерде біз үйленбей жүрген жастар, қазақта әдетте былай ғой, тойға ақша жинаған жоқпын, қалың малға ақша жинаған жоқпын. Қиындатады да. Негізі біз есептеп көргенбіз, қанша деді? 29 мың теңге ма керек екен үйленуге. Енді махыр есептемегенде былай ғой, ол андай, мысалы мынандай да, ол бағанағы тіркеу, ЗАГСта тіркеу, кафеде бір-екі адамды жинап алып, жарайды, имамға 5 мың теңге бересің, некені қиып берген үшін, сосын кафеде мынанша адам болып бекіту, соны тойлау,
сондай бір сумма шығады, 29 мың 30 мың ба сондай шығады, есептеп көргенбіз. Сол кезде үйлену сонша тұрады да негізі. Плюс ары қарай сенің айлық табысың андай болса, мен айтам да 300 мың теңге табуға болады да Алматыда жүріп. Мысалы мен былай айтам да, қаржыға қатысты 300 мың теңге қалай табуға болады. 300 мың теңге беретін жұмысты табу қиын болуы мүмкін бірден жас адамға. Бірақ 10 мың теңге әкелетін 30 істі табуға болады ғой. Қалаған адам таба алады негізі. Денің сау болса, 12 мүшең сау болса, ұят енді 300 мың теңге табамау. Яғни үйленуге ешқандай кедергі жоқ негізі, тек бағанағы психологиялық, менталитеттік бір кедергілері ғой негізі. Сол үшін мен айтқан болар едім, осындай бір заңдылықтарды сақтап үйленсе, ризық көбейеді. Ризық дегенде мен өз басым қарасам, мен табысым артып кетпеді бірден. Бірақ мүмкіндіктер ашылды. Мен мүмкіндікті ризық деп қарастырсақ, онда сөзсіз. Менде солай болды. Үйленгеннен кейін, әр балам туылғаннан кейін, қазір қарап отырмын ғой, ризықты тек ақша емес, таныстық, связи ризық, мысалы. Біреумен танысып қаласың, ол саған кейбір нәрсені тегін жасап береді, тегін ашып береді есікті. Сол сияқты подписчик ризық, допустим. Оны кейін конвертировать етуге болады да, ақшаға монетизация жасап. Сөйтіп қарасам, әр балам дүниеге келген сайын, үйленген сайын, менде шынымен де мүмкіндіктер көбейген екен. Мәселе мен сол мүмкіндікті қолданам ба, жоқ бейтіп шай жіберем ба. Сол үшін сөзсіз ризық артады үйленгеннен кейін. Бірақ біз андай бір ертегі сияқты ойламауым керексің да, қазір аспаннан келеді, ақша түсіп кетеді деп. Өйткені ана мүмкіндік, жарайды саған ақша керек дейік. Ана мүмкіндік ақшаға апара жатыр да сені, ризық қой сол үшін. Сол үшін мен айтқан болар едім, үйленіңіздер. Ертерек үйленген өте жақсы. Әсіресе ер адамға. Бірақ бағанағыдай минимум, прожиточный минимум дейді ғой. Жарайды, қара нан жесең де нормально басында. Бірақ бағанағыдай базовый баспана, тамақ деген базовый нәрсе. Жарайды, крутой киінбей-ақ қой. Бұлай киіне бер. Бірақ базовый нәрсені жабалатындай, ақша табалатындай сенімді болсаң, мүмкіндік көздері болса сенде, сөйтіп үйленген дұрыс деп ойлаймын ертерек. Мен тіпті былай айтам да, негізі студент кезде де үйлену норма да негізі. Осы идеяны айтқым келеді. Мен әлі келесі басылымда жазғым келеді, кітабыма қосып. Бізде көп ойлайды ғой, бір оқу мен үйлену екеуі бір-біріне кедергі сияқты. Бірақ мынандай мәселе бар ғой. Сенің енді физиологияң, барлық жағынан психологияң дайын үйленуге, студентсің. Екеуің де студентсіңдер. Бірге оқып үйленіп оқуға болады. Бұл жерде енді бір кедергі бала деп көру мүмкін. Қалай? Бала кедергі емес. Бірақ оқи алмай қалам деу мүмкін енді. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар ғой, ол исламда да рұқсат етілген, бала жоспарлау деген сияқты, кейінге қорғану, анадай деген сияқты. Керісінше, кейде тіпті мынандай да нәрселер айтады да, адам баладан бұрын бір-біріне сіңісу үшін де бір пауза алуға болады дейді. Өйткені бала өмірге келген кезде шынымен де сенің фокусың шашырап кетеді. Сол үшін бұл өте ұтымды болар еді. Жалпы бұны ата-аналарымыз қолдаса, жас кезде студенттер, үйленген студенттер болады. Сосын бәлкім бізде сондай жатақханалар салынса, студент отбасылы адамдарға осындай жеңілдік деп. Сонда біз көп проблеманы алдын алатын едік. Зинаның алдын алатын едік, жыныстық аурулардың алдын алатын едік. Қоғам болып шешсек, өте әдемі нәрсе болатын еді да бұл. Байқасаңыз, көп нәрсе психология, менталитет кедергі келтіріп тұр бізде. Бұлай физикалық орындалу өте жеңіл нәрселер өте көп бізде. Жоқ жерден проблема жасап жүрміз. Сол үшін менің ойым осы, енді қазіргі заманда, тіпті жарқ-жұрқ еткен ашық-шашық заманда, лажы болса 18-19-да бірден мемлекеттің заңына сәйкес рұқсат болған кезде үйленсе, жастар мықты болатын еді. Көп проблема. Бір адамдар кәдімгі бір қылмыс жасағандай қарап қалады кейбір кезде. Қалай үйлендің, не істедің, тойлар не істедіңдер, бүйтіңдер ма деп ше. Бұл жерде мынандай проблема бар ғой. Камон деп. Сенің балаң 18-19 жасында өзін ересек сезіну үшін де сен тәрбие беруің керексің ғой. Лайық. Демек, бұл ата-анаға да сын. Неге сенің балаң 25-те әлі өзін бала сезініп жүр? Дайын емеспін деп. Ол 18-19 норма. 18-19-да
бала, қыз, ересек адам ретінде сезіну керек өзін. Егер ол өзін сезінбесе, демек сен тәрбие дұрыс бермегенсің. Егер көрдіңіз ғой, бәрі қоғам болып істелетін нәрсе. Егер осы нәрсені шешсек, болды, көп нәрсе әдемі болады. Ең үлкен бізде діни рухани жағынан қарасақ, күнә нәрсені алдын аламыз да. Күнә нәрсені алдын аламыз. Енді мен ойым осы, енді бір қорытынды ақша бәрін қозғадық енді. Машалла, дәкесі, Алла разы болсын. Осы подкасттың адамдарға өте көп пайдасын тигізеді деген үміттеміз. Жалпы енді ютубта, инстаграмда бүкіл жерде шығарамыз, және де бір енді өзіміздің көрермендерге жасап кететін бір жақсы зат жасайық. Яғни біз таяптың атынан егерде 5 кітап алсақ, осы біз талқылаған тақырыптар бойынша сізден, және де өзіміздің аудиториямыз бойынша ойнатып жіберсек, бұйырса оның барлық жалпы қалай оны ұтып алуға болады, қалай алуға болады, барлығын инстаграмымызда жазып кетеміз, tayap.app. Сөйтіп өзіміздің подкастымызды тамамдайық. Алла разы болсын сізге. Рахмет.